Көбісі ұлт жанашыры ретінде таниды. Сіз ұлт жанашырсыз ба? Мен үшін де бәрінен қымбат ол ұлтым. Мына университетке түскен кезде орыс тілінен қатты қиналған да. Оқушылар өзінің бір қиындығын сол жерден көре ма деген сөз. Өкінішті. Біз экспорттаушы мемлекетке айналуымыз керек. Әйеліңізбен ақылдасатын болып тұрсыз ғой, Жоқ, енді сен алдыңдағы баланы тура өзіңнің балаңдай көрген кезде ғана шын жанашыр боласың. Баланың тағдыры ақылдасып шешілу керек. Ел басқарып жүрген ағаларымызды қараймыз да, ұлтшылдық нәрсені айтады, күшті. Бірақ балаларына қараймын, шетелде оқып жатады. Сөйлесесің, қазақша білмейді. Қаншама бағдарлама сатады шетелге. Жоқ, әлемде білім ең үлкен нарықтағы бизнес. Ассалаумағалейкум, құрметті Назарда Ұста көрермендері. Мен есімім Әлімбек Жарылқасын. Осы Назарда Ұста каналын жүргізетін боламыз. Бұдан былай жеке кәсіпкермін, Әлнұри компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгін бізде қонақта Аятжан мырза. Енді Аятжан мырза сізді көп халық таниды. Бірден таныстыру жағын өзіңізден сұрай кетсем, сіз кімсіз? Мен Қазбілім Груп компаниясының басқарма төрағасы, Қазбілім жобаларының жетекшісімін. Қазбілім жобалары 8 қалада 6 бағытта жұмыс жасайды. Бүгінде 400-ге жақын қызметкер жұмыс жасайды. 6 үлкен бағыт жұмыс жасайды, яғни Қазбілім ұлттық лицейі, Қазбілім орталығы, Қазбілім баспасы, Қазбілім ақпараттық агенттігі, Қазбілім қоры және Қазбілім онлайн қашықтан білім беру базасы сияқты. Енді мамандығым бойынша химикпін, химия ғылымдарының докторы. Өзім үшін қысқаша таныстыру, ұстаз. Ұлт жанашыр ретінде сізді көбісі таниды екен. Сізді өзіңізді ұлт жанашыр ретінде қалай бағалайсыз? Енді ұлт жанашыр ретінде бағалау менің барлық жобаларым, жұмысқа араласқаннан бергі жобаларым, қазақ тілінің дамуы, қазақ білімінің дамуы, ұрпақ тәрбиесі, қазақ тілді мектептердің, қазақ білім саласының дамуы сияқты салалар болғандықтан жұрт дәл солай ойлайды, және мен үшін бәрінен қымбат өзімнің ұлтым деп ойлаймын. Енді көптеген бағдарламаларға қатысасыз, осы телевидение болсын, әлеуметтік желіде болсын, сіз сұхбат беріп жатасыз. Былай қарасам, көбісі ұлт жанашыры ретінде таниды. Сіз ұлт жанашырсыз ба? Енді 15 жылға жуық уақыт тірлікте келе жатқан, яғни 12-13 жыл уақыт болды. Содан бері қарай істеп келе жатқаным негізінен ұлттық жобалар болғаннан кейін таза қазақ мектептерін дамыту, қазақ білім сапасын көтеру, сонымен бірге қазақ тілінің мәселесін шешу мәселесінде көп жұмыс атқарғандықтан, қазақ тілді оқу әдістемелік құралдарды сапаландыру, қазақ тілді оқулықтардың сапасы мәселесіне көп жұмыс жасағандықтан, жұрт одан кейін шыны керек өзін ашық ұлтшылмын деп айтатын адам ретінде өмір сүргендіктен жалтақтамайтын, сондықтан да ұлт жанашыр деп ойлайды деп ойлаймын. Шыны керек мен үшін де бәрінен қымбат ол ұлтым. Керемет. Өзіңізге енді былай қарасақ, балаларға деген бір беріп жатқан білім, соларға жасап жатқан жаңағы үлкен жобаларыңызға қарап, бір үлгі тұтарлық жағы бар, бірақ сіз өзіңізге қалай сипаттама беретін едіңіз? Өзіме мен өзім үшін бәрінен биік, бәрінен лайықты дүние ол ұстаз деген ат. Ұстаз деген ат. Бізде енді бүгін ұстаз дегенде бір діни мағынада қарастырады ғой. Мен өз басым ұстаз деген ол ғылым, білімге баулушы деп ойлаймын. Так. Енді ұстаз дегенге келсек, бұл жерде нақты сіз сипаттама беретіндей, сіз нақты ұстаз нені бере алады? Былай қарайтын болсақ, енді ұлт жанашыры деп жатырмыз, химиксіз ұстаз жағынан да, былай келетін болсақ, нақты ұстаз болатындай не бере аласыз? Сипаттама жағынан. Ең алдымен мен бере алатыным екі дүние. Бірі химия пәнінен сапалы білім бере аламын. Екінші дүние балаға баланың ішіндегі өзінің шабытын оятып, үлкен деңгейдегі дұрыс бағытқа бағыттай аламын.
яғни ол депрессияда жүрген бала болсын, басқа болсын. Яғни бұл жерге балаға керекті тәрбиені және өз пәнімнен сапалы білімді бере аламын. Сондықтан да өзім үшін ұстазбын. Керемет жауап. Мына жерде тағы да сізден екінші жақтағы бір қабілетті байқап жатырмын да. Мына жерде ондай мәселе жазылмаған, мысалы өзіңізді ол жағынан бір танымал ретінде көрсетіп берген екен. Мысалы методика жағынан бір қабілеттерді байқап жатырмын да сізге. Өйткені қазбілім орталық құрылған кезде ол жердегі бір оқуға қажетті құралдар, сол оқушының бір қабілеттерін арттыратын бір методикалар болады да. Осының бәрін сіз өзіңіз құрды деп естігем. Енді бұл бағытта екі дүние, бірі мен магистрлық жұмысты дарынды балаларды анықтау және тәрбиелеу бағытынан қорғағанмын. Яғни бала дарынын тану және онымен жұмыс істеу, және енді бір республикалық халықаралық олимпиаданың чемпиондарын тәрбиелеу барысындағы, яғни мын жақтан ғылыми ізденіс, мын жақтан практикалық тұрғыда келген дүние бар. Оның сыртында енді өзім 10-нан астам оқу әдістемелік құралдардың, оқулықтардың авторы ретінде де сол дүниеге машыққандықтан бүгінде біз қазбілімнің өзінің авторлық методикасын қалыптастыра алдық деп ойлаймын. Яғни біз биылен қазбілім жобаларына 10 жыл, осы 10 жыл ішінде біз қазбілімнің өзінің сара жолын нақты қалыптастырдық. Бүгінде қазбілімде 200-ге жуық оқу әдістемелік құрал жазылды, яғни балаларға керекті. Бұның бәрінің методикасы, балалармен жұмыстың методикасы. Енді қазбілімнің сонымен бірге біз тағы біз мақтанып айтатын дүниеміз, ол қазбілімде осы 8-9 жылдан бері түлек шығарып келе жатсақ, бітіргендердің 96-97% мемлекеттік грант иегері атанып келе жатыр. Ол нәтижеге жетуде осы өзіміз қалыптастырған бір методикалардың, ұстанымдардың арқасы деп ойлаймын. Енді ол жерде таза мен жалғызбын деп айта алмаймын, өйткені бұл қазбілім жобасы менің командамның жетістігі. Команданың жетістігі. Онда сізде сол команданы бір іріктеу жағында тағы бір себеп болып тұр ғой. Команданы кім қалыптастырады, кім реттейді оны? Командаға мүшені кім қабылдайды? Қазірге дейін 8 қалада командаға негізгі мұғалім, әкімшілік құрамды, негізгі қызметкер құрамды жалғыз өзім қабылдаймын. Сіз өзіңіз қабылдайсыз? Өзім қабылдаймын. Кезген уақытта болса, бірінші тұр пәндік тест, яғни мұғалім алатын болса, өз пәнінен тест тапсырса, өзінің пәндік білімін маған тексеріп берсе, одан арқай мұғаліммен сөйлесе отырып, оның ұстанымдарын, көзқарастарын көріп қабылдаймын. Одан кейін әрбір кадрды қабылдағаннан кейін мына кадрмен мына бағытта жұмыс жасау керек деген дүниені өзіме түйіп аламын да сол бағытта жұмысты жандандырамын. Соның арқасында бүгінде 400-ден астам кадр бар. 400-ге жуық кадр бар, 2,5-ға жуық мектеп оқушысы бар. Бұлай қарап отырсам, саяси жақпен де араласып жатасыз, осы ұлт жанашыры ретінде, осы оқулық жағында ғылым министрлігіменен бір жақсы жағын бөлісіп жатасыз, жаман жағын көрсетіп жатасыз деген дейді. Бірақ осы нәрсені талқылай отырып, мына 400 адаммен қалай жұмыс жасау, мына 2500 адамнан тұратын мектепті басқару менше оңай емес. Сіз осының бәрін бір фокуста қалай ұстап жатсыз? Енді ол бір салада ғой. Бәрі ол бір салада, бір дүниеде. Сондықтан ол жерде негізгі фокус жүйеге салу. Жүйе бытырап кетпесе, жүйе сынып кетпесе, онда қашанда нәтижелі жұмыс жүре береді. Ол бастысы қалыптастырған жүйені бұзбау, жүйені сындырмау мақсатында фокус ұстаған қойсаңыз болды. Енді әртүрлі кедергілер де болады, басқалар да болады. Ал енді қоғамдық мына жақтағы министрліктің жұмысымен, оқу ағарту министрлігі, білім және ғылым министрлігі, жоғары білім және ғылым министрлігі, басқа министрліктердің жұмысымен, қоғамдағы әртүрлі жағдайлармен кіріп кететін жағдай, ол шыны керек
бір ұлтқа жеген жанашырлық пен ұлтшылдықтың әсері. Қарап тұра алмайсың, төзе алмайтын болғаннан кейін бел шешіп кіріп кете саласың. Дұрыс. Мына жерде енді Аятжан мырза Қазбілім Групп компаниясы басқарма төрағасы деп отырсыз да? Компаниясы деп келген да мына жерде. Компания ретінде қарайсыз ба сонда сіз? Компания ретінде, иә. Хорошо. Қазбілім орталық қаншалықты деңгейде табыс әкеледі сізге? Мен үшін Қазбілім жобалары, ол жерде Қазбілім орталығы бар, Қазбілім ұлттық лицейі бар, Қазбілім баспасы бар. Бәрі бизнестік табыстық жоба емес. Мен үшін олардың бәрі менің шығармашылық жұмысым және мемлекетке бір ұлтқа шіркін осындай дүниені берсеммін деген бір идеологиялық жобам деп айтамын. Енді 10 жыл өмір сүрді, өзімен өзі айналып, өзін өзі дамытып кете жатыр. 10 жыл, иә? Үкімет жағынан көмек бар ма негізі? Үкімет жағынан былтыр ұлттық лицейді ашқаннан кейін, лицензия алғаннан кейін алғаш рет көмекті өткен жылы қараша айында ала бастадық. Алғашқы мектебімізге. Қазір 7 мектепке үкіметтен субсидия аламыз. Оны енді барлық жеке меншік мектеп алады. Енді оған дейін мен өткен жылы қарашаға дейін мен үкіметтен 2 нәрсе алдым. Біреусі стипендия, біреусі жалақы. Жалақы мұғалімдердікі ме? Жоқ, өзіңізге ме? Мен басқа жұмыс істеген кезде дегенім ғой. Қазбілімге дейін. Қазбілімге дейін сіз үкіметтен 2 нәрсе. Үкіметтік мектепте істегенсіз десем бола ма? Болады. Енді Аятжан мырза мына жерде бір нәрсені көріп тұрмын да сізден. Ақын деген нәрсе жазылған да сізде. Иә. Бұл ақындық жақтағы қабілетіңізді шынымды айтсам, қатты мен біле бермейді екенмін. Енді біліп жатқан бір аудиторияңыз бар шығар. Осы ақындық жақта не мәселелер қозғайды? Мысалы, ішкі көңіл күй болмаса басқа да жағынан жазыла ма? Ақын ретінде 2 өлеңдер жинағының авторымын. 2 өлеңдер жинағым жарық көрген. Мінез және тартпасың дей өмір деген. Алғашқысы тартпасың дей өмір, ол 2011 жылы. Ал мінез деген өлеңдер жинағым 2016 жылы жарық көрді. Енді біраз ән сөзі бар. Оның сыртында енді студент кезде біраз айтыстық деген сияқты. Айтыста да бейіміңіз бар, иә? Енді кейін ұстаз болғаннан кейін бұның бәрі негізінен қалды, бірақ әлі өлең жазып тұрамыз, өлең жазамыз, тұрақты. Ол енді шабыт қой. Құдайдан берген бір талант деп ойлаймын. Енді Аятжан мырза бір көңіл күйдің толқынысы кезінде қатты мұңайсаң, қатты қуансаң деген сияқты бір өзіңмен өзің болып жалғыз өзің сырласқан кезде өшіңнің бәрін өлеңнен алып дейді ғой. Сондай эмоцияны солай шығарам дейсіз ғой. Иә. Бір стресс жағдайда болса да, депрессияда жүреді кейбір адамдар. Солай шығарады. Өлең деген өсек жұрт сырың жұртқа жайыр дейді ғой абай. Сол сияқты ол. Енді Айеке ішкі сыр ғой. Өйткені не үшін ақындық жағыңызды сұрап отырмын? Сізден бір байқаймын, бір харизм, жаңағы халықтың алдында сөйлеген кезде бір ақындардың бір арқасы қозады ғой. Тура сол сияқты нені байқаймын эмоцияңыздан. Сол үшін сұрап отырмын да, ол шынымен де сондай ақындық бір несі бар ма деген сияқты. Хорошо, енді мына Қазбілім ұлттық лицей десем болады ғой, иә? Қазбілім ұлттық лицей туралы компания форматында жасалған екен. Енді ішкі басқару жүйесіне ішкерлей кіргім келіп тұр да мен. Шынымды айтсам. Ашық айта бересіз ғой. Есік ашық тұр бәрі. Болды онда. Негізі көбісі бизнесін жасыра береді, былай қарап отырсақ та. Айекеңнің бұл жағы жақсы екен. Әлеуметтік желіде де ашық қой менің бизнесім туралы ақпарат. Хорошо. 400-ге жуық адам жұмыс жасайды дедіңіз. Осы жерде ең басында кім тұр? Өзіңіз тұрсыз, өзім, иә? Тіке басқарасыз ба? Тіке басқарасыз, директор ретінде. Также. Енді сізден кейінгі орынбасарларыңыз қалай жұмыс? 5 орынбасарым бар. 5 орынбасарым бар. Осыны орг структура деп келтіреді да бізде енді HR мамандығы бойынша.
5 орынбасарым бар. 5 өзім орынбасарыңыз енді бар. компанияның төрағасы ретінде 5 орынбасар бағыты, ол 5 түрлі бағытта. Біреусі яғни экономикалық бағытқа жауап береді, біреусі кадр бағытына жауап береді, құжаттар мен кадрлар бағыты, біреусі білім сапасы, білім саласындағы нормативтік құжаттардың орындалуы сияқты сұрақтарға жауап береді. Біреуі ол жаңа мектептерді ашу, лицензиялау, менің тарапыммен жасалатын келісім шарттардың соңына жеткізу, заң жолдары десем болады. Заңды жолдармен. Одан кейін біреуі енді білім беру орталықтар және оқу әдістемелік құралдар, баспа бағыты деген сияқты әрқайсының өзінің лауазымдық міндеттері бар. Бұл енді одан ары қарай 7 мектепте 7 жеке директор бар. Еще мектептің өзінің директорлары болады. Иә. Ол не атқарады? Ол сол мектептің жұмысын ұйымдастырады. Бір мектептің жұмысын. Аха. Хорошо. Осы бастапқы 5 кадрның именно 1-2 кадрларына кіре кетейік. Осы білім беру саласы сізде қалай методикасы, қалай жоспарланды, жұмысты қалай бөлісті? Осы білім беру саласы болғаннан кейін осы білім жағын ғана сұрағым келіп отыр сізден. Енді ол кәдімгі жүйе, мемлекеттің белгілеп берген стандарты бар. Сол стандартының аясында өзіміздің ерекшеліктерді қосып, енді қазіргі біздің өзіміздің мектептердің нақты ұстанымдары бар ғой. Ұлттық тәрбие, сапалы білім, бәсекеге қабілетті тұлға. Сол ұстаныммен біз сабақтарға кіріктіру, жетілдіру, сағаттарын көбейту, азайту деген сияқты дүниелермен нақты өзіміздің жоспар жасалады, жылдық жоспар. Сол жоспардың аясында жұмыс жасалады. Сол жоспарды қадағалаушы адам. Иә. Хорошо. Енді қараңыз, осы ұлттық тәрбиеге қарай кетіп жатыр бізде. Бұл жерде нақты жұмысын атқаратындай жаңағы осы білім беру саласындағы кадрлар жұмысты қалай бөліседі, осыны ашық айтып кетсеңіз маған. Енді бұл жерде тағы бірнеше адам бар ма деген сияқты. Ұлттық мектеп мәселесінде бұл жерде бұны әрбір кадр түсіну керек, әрбір кадр сезіну керек. Иә. Әрбір кадр өзінің тақырыбында бұл нәрсені қозғай алатын деңгейде болу керек. Сол үшін биыл тамыз айында Ақтау қаласында 170 кадрге 12 күндік семинар тренинг жүргіздік. Кім өткізді оны? Өзім, сонымен бірге осы ұлттық мектептер жобамызда бірге жұмыс атқарып жүріп отырған Оян Қазақ ұлт ұстазы фильмдердің сценаристі болған Ұшқын Сайдрахман деген жігіт бар. Өзім бағанағы төраға орынбасарларым бар. Бағанағы әрбір мектепте отырған директорларым бар. Жалпы 10-ға жуық тренер сабақ өттік. Әрқайсының өзінің белгілеп берген тақырыптары бойынша. Біреулері цифрландыру бағытына болса, біреуміз ұлттық модельді беру, ұлттық тәрбиені балаға жеткізу мәселесі бойынша. Так. Енді осы методикаға қайтып келіп оралайықшы. Осы оқушыларға берілетін методикалық жақтағы әрбір берілетін сабақтар дейік, болмаса әрбір пән дейік та. Осының методика бойынша қойған кезде үкімет жағынан бір сіздерге қоятын шарттар бола ма? Болады. Тура сол бойынша шығарасыздар, иә? Соны жетілдіреміз. Яғни мемлекеттік стандарт дейді. Мемлекеттік стандарт ол бекітілген. Сол стандарттың айналасында жұмыс жасаймыз. Ол стандарттан ауытқып мүлдем басқа жаққа кетіп қалуға болмайды. Өйткені ол мемлекеттің беріп отырған стандарт. Ол мемлекет бірінші мемлекеттік бағдарламаны әзірлейді, мемлекеттік стандартты бекітеді, соған қарай оқулық жазылады деген сияқты. Осы мемлекеттік деңгейдегі сол методикалық жағынан сіз қатысқан бір комиссия мүшесі болып қатысқан сондай бір іс-шаралар болды ма? Көп. Өте көп, Өте көп, иә. Керемет. Енді осы жерде тағы бір осы методика жағын
біраз қазғым келіп тұр да сізден, Қаза көп беріңіз. біледі екенсіз. Осы методика жағына келетін болсақ, балаларға білім беру жағында қатты әсерін беретін қазақ тілі ма, жоқ басқа біздің өзге тілдегілер алда ма? Мысалы орыс тілін ала берейікші. Орыс тілі алда ма? Дәл қазір қазақ тілді алды. Қазақ тілді. Дәл қазір қазақ тілі көш ілгері. Не үшін деп ойлайсыз? Себебі екі түрлі нәрсе, бірі саннан сапа туады. Саннан сапа. Қазір мемлекетте 70% ұлт қазақ ұлты, қазақ мектептері орыс мектептерінен көп, тәуелсіздік алған жылдары аз болса, қазір көп. Сондықтан қазір үздік мектептердің барлығы қазақ мектептері. Жақсы. Бізде ең негізгі нелерді алып өтейікші. Мысалы, ең үлкен университеттерге тапсыру үшін, әрине басқа тіл өтіледі бізде. Мысалы, орыс тілі, английский деген сияқты. Осы жөнінде мысалы қазақ тілді оқи бергенімен мықты университеттерге барған кезде қиналып қалмай ма? Жоқ. Оны қалай сіздер жүргізіп отырасыздар? Мысалы дайындайсыздар оқушыларды методика жағынан? Өзіміз енді мемлекеттің жоғары оқу орнына түсу талабы бар ғой. Ұлттық бірыңғай тест бізде жалпылық 100-ден астам университетке түсу талабы. Сол ұлттың балаға қоятын талап бойынша дайындаймыз. Ол жерде ешқандай орыс тілі деген талап жоқ. Қазақ тілі, яғни оқу сауаттылығы қазақ тілінде тапсырады. Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, одан кейін 2 таңдау пәні. Ал енді мысалы бізде Назарбаев университетіне дайындайтын Назарбаев университетіне түсіп жүрген балалар бар. Олар ағылшын тілі. Ағылшын тілінен айлс тапсыру керек. Ары қарай өздерінің емтихан талаптары бар. Мысалы кезінде мен университетке тапсырған кезде, именно университетке түскен кезде орыс тілінен қатты қиналғам да. Дәл сол себепті де оқушылар өзінің бір қиындығын сол жерден көре ма деген сөз ғой. Жоқ, қазір ешқандай университетке түсу үшін орыс тілі талабы жоқ. Қазір қазақ тілді университеттердің ішінде ең жақсы университет қайсы деп есептейсіз? Қазақ тілді дейміз ба, еліміздегі дейміз ба? Еліміздегі десек, онда Назарбаев университеті ең мықтысы. Еліміздегі. Ал енді Назарбаев университетінен тысқары ұлттық бірыңғай тестпен түсе алатын дейтін болса, ол кезде бағытына байланысты. Қандай бағытта бала оқиды? Егер дәрігерлік оқыса, онда Аспандияров мықты, Қарағанды медицина университеті мықты деген сияқты. Егер ол ғылыми бағытқа ізденетін болса, Әл-Фараби жақсы. Педагогикалық бағытта болатын болса, СДУ мен Абай жақсы деген сияқты, бағыттарға байланысты. Жақсы. Мына жерде тағы да бір мәселе туындап отыр да сіз жөнінен. Бұлай методика жағы бәрі жақсы, университетке тапсырса да бізде сапалы білім бар екені көрініп тұр. Бірақ магистратураны тапсырғаннан кейінгі білім жүйесі бізде дамыған ба, дамымаған ба? Осы жөнінде не ой қосар едіңіз? Енді магистратурадан кейін бізде докторлықтан кейін постдоктор екі саты бар ғой. Енді магистратурадан кейінгі жүйеде бізде қазір мемлекеттен грант жақсы бөлінеді, біршама көбейді. Олардың да емтихан тапсыру жүйесі де біраз реттелді. Бұрынғыдай жемқорлық біраз ол жерден айланып өткен. Яғни қазір оны да компьютерлік жүйеге ауыстырып тастады. Енді мәселе ол жердегі нақты дайындайтын университеттердің мүмкіндігі. Мысалы, кей университеттердің мүмкіндігі кейбір мамандықтарға жетпейді. Мысалы, өңірлік университеттер бар, өңірлердегі оның материалдық техникалық базасы, лабораториялары доктор шығаруға жетпейді. Бірақ докторантураға дайындалушы қабылдап жүр. Бұл жағдайдан енді кенжелеп тұрған дүние көп. Бұл бағыттан енді Назарбаев университеті көп нәрседен көшілгері.
Сол себепті де біздегі ең білімді оқушылардың бәрі шет елге ағылатыны сол себепті деп айтуға да болады ғой. Иә, бір себебі. Бір себебі. Екінші, енді сіздерде дайындалып жатқан оқушылар шет елге қарай бейімделгендері бар ма? Мен жалпы бакалаврды шетелде оқуға қарсы адаммын. Сондықтан біз көбін бейімдемейміз өзіміз. Бейімдемейсіздер? Иә, өйткені бакалаврды шетелде оқыған бала 1 жыл барып бір мемлекетте фундашн оқиды, ары қарай 4 жыл бакалавр оқиды, яғни 5 жылда бала негізінен бұл мемлекеттен қашықтайды. Өйткені ол тұлға болып қалыптасып барған бала емес. Бакалавр мектеп бітіре салып шетелге шығып кеткен бала, ол қайталанып елге қызмет ете қою екі талай. Оны енді өмірде де көп тәжірибе айқындап жүр. Сондықтан да болашақтың тізімінен қазір бакалаврды алып тастады ғой, негізі көп адам қалып қалатындықтан. Қазір болашақтың тізімінің өзінде магистратура мен докторантура және постдокторантура тағылымдама сол сияқты дүниелер бар. Сондықтан шетелде оқу, енді ол магистратура оқу керек, докторантура оқу керек, тағылымдамадан өту керек, мен қолдаймын. Бірақ бакалаврды мемлекетте оқыған дұрыс. Және мемлекеттің университеті даму керек. Бұған қосыламын. Енді қараңыз, міне жерде былай қарап отыратын болсам, сізде тек қана методика жағы емес, енді осы Қазбілім орталығын қаншама 10 жылдан бері басқарып келе жатсаңыз, көшбасшы ретінде бір тұлға болып қалыптастыңыз деп ойлаймын. Көшбасшы ретінде сіз не мәселелерді халық алдында ашып көрсете аласыз? Көшбасшы болу үшін адам бойында қандай қасиет керек, ол үшін қандай бір саланы меңгеру керек па, болмаса бойындағы бір қабілеттерді шығару керек па, қалай көшбасшы болып қалыптастыңыз? Бұлай адамды үшке бөлуге болатын шығар деп ойлаймын, табысқа жететін адамды. Бірінші маман. Яғни ол маман кез келген компанияның жүрегі. Егер ол маман кетіп қалса, ол компания сол кете түсетіндей. Ол яғни өз жұмысын мінсіз орындайтын, жанын салып жанашырлықпен істейтін нақты маман. Бұл бір. Екіншісі жетекші, яғни лидер. Яғни компанияны басқарушы, ол керемет, мысалы мұғалім болмауы мүмкін, керемет немене болуы мүмкін, бірақ ол ұйымдастырушылық қабілеті мықты болуы мүмкін. Ол жетекші. Ал үшіншісі ол енді бизнесмен. Кез келген тәуекелге бара алатын, кез келген стратегияның оң мен терісін шығара алатын. Осымен алған кезде біздікі, менің өзім енді компанияның жетекшісі ретінде 10 жылға жуық уақыт әртүрлі қиын кезеңдерден сүйреп шықтық. Біздің кадрлар қазір тіпті тұрғылықты жер Астана болса да, мысалы Атырауда қаншама мұғаліміміз жүр, Астанадан Атырауға көшіп барып Қазбілім үшін. Бұл деген не? Ол біздің компанияға сенімділік деген сөз. Сондықтан қазіргі таңда енді Қазбілім деген жобаның алдында Аятжан деген адамды жұрт елестетеді. Яғни негізі көп брендтердің алдында кім тұрғанын жұрт білмейді. Көп мектептердің, мысалы жекеменшік мектептердің кім ашқанын да жұрт білмейді. Бренд бар, бірақ иесі жоқ. Иесін ешкім танымайды. Ал бізде Қазбілімде керісінше. Қазбілімнің маған байланыстыратын жұрт көп, және ол дұрыста деп ойлаймын. Өйткені біз бұл басқа сала емес қой, баласын кімге сеніп тапсырады деген дүние келген кезде ол бір тұлға болу керек деп ойлаймын. Керемет. Міне жерде тағы да сіз көшбасшы ретінде екінші жағын ашып жатсыз да маған, лидер, бизнесмен деп, осындай бір бойында болу керек деп. Мысалы, бизнесті сіз қалай қарайсыз? Бизнес тұрғысынан, мысалы, Қазбілім компания ретінде. Бизнес тұрғысынан кез келген бизнес ол енді қалтаға жұмыс жасаса, ол бизнес емес.
өйткені ол жерде азаматтық жауапкершілік жоқ деген сөз. Қосылған жер ашып отырсыз. Егер ол мемлекетке қызмет етсе, ұлтқа қызмет етсе, ұлттың деңгейін көтеруге, ұрпақтың деңгейін көтеруге жұмыс істесе, онда ол азаматтық жауапкершілік бар дүние деген сөз. Сондықтан да мен әдетте айтам, жұрттың көзімен қараған кезде Қазбілім бизнестік жобадан гөрі идеологиялық жобаға көбірек келеді, көбірек жақын. Кім Абай айтады ғой, сенде бір керпеш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп. Біз бір кетікке қаланғымыз келеді. Осы білім кеңістігіндегі сапалы ұлттық мектептердің жүйесін қалыптастыру деген мақсатқа қойып отырмыз өзімізді. Енді осы жерде Аятжан мырза, бірінші бөлімі бітті бізде. Осы жерде мен сізге деген арнайы бір сыйлығымыз бар Әл-Нури компаниясынан. Айеке, Әл-Нури компаниясынан Қазбілімнің де өзінің ортақ құндылығы бар, ұлт үшін, мемлекет үшін қызмет етіп жатқан компания екен. Біздікі де сондай. Мысалы, ер азаматтарға қарайтын болсақ, үйді асырайды ер азамат. Былай қарасақ, мемлекет деңгейінде осы шекара қорғанысты қорғап жатқан өзіміздің солдаттар, өзіміздің азаматтар деген сөз да. Құрылыс саласына мейлі жол салу болсын, мейлі органда жұмыс жасап жатқан участковый болсын, жаңағы департамент бөлімшесіндегі адамдар болсын, ұлт үшін істеп жатқандар осы ер азаматтар да. Көбінде неге қарайтын болсақ, осы әлеуметтік араласу, осы қоғамдық жағынан қарайтын болсақ, әйел адамдар денсаулығын тексеруге көп барады екен, бала шаға көп барады екен, қарт кісілер көп барады. Ер азамат екі ақ нәрсемен барады. Справка үшін болмаса, өз денесі шіріп өлейін деген кезде ғана барады екен. Сол себепті де сізге берген сыйлығымыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Сіз сияқты ер азаматтар керек. Айеке, екінші бөліміміз бір ашық түрде жеке бір өміріңіздегі осы өзіміздің қоғамға дейтін бір берер пайдаңыз бар адам екенін мен бірінші бөлімінде білдім. Енді сізді ары қарай ашық түрде сөйлескім келіп жатыр да. Жеке өмірде келетін болсақ, сізбен жеке мен бір-екі рет сөйлесіп көргем. Былай қарайтын болсам, бір адамгершілік жақта, бір ұлтшылдық, осы білім жайында көп бөлісіп жатасыз да. Осы жерде сіз жеке отбасыменен болып жатқан Қазбілімдегі бір бизнес болсын, идея болсын, адамға дамытатын бір үлкен методикалық білімдер болсын, осы отбасында да бөліне ме сізде? Әрине, өйткені мен енді балаларым мектеп оқиды ғой. Үлкен қызым 7-ші сынып оқиды, екіншім 5-ші сынып оқиды, одан кейін ұлым 1-ші сыныпқа барды деген сияқты. Олар, мен былай адаммын да, мектептегі әрбір оқушы, ол менің балама қандай нәрсені ойласам, мектептегі әрбір балаға соны ойлауым керек та. Сондықтан ол жерде бөлуге келмейтін дүние. Сен, қазақ айтады ғой, кірпі баласын жұмсағым дейді, қарға баласын әппағым дейді. Сен алдыңдағы баланы тура өзіңнің балаңдай көрген кезде ғана шын жанашыр боласың. Мен көптеген директорларға тіпті сұрақ қоямын. Сенің балаларыңды, мектептің директорларына, өз балаңызды өзіңнің мектебің сияқты мектепте оқытатын бедің. Егер мен өз мектебімнен өз баламды қорықпай оқытатын едім десе, онда ол мектеп сапалы деген сөз. Өйткені директор біледі ғой, өз мектебінің минусы мен плюсын да. Ал жоқ, мен өз мектебімді оқытпайсың, өз мектебімнің деңгейіндегі десе, онда сұрақ туады. Сондықтан мен Қазбілім деген кезде өз балама қандай дүние керек, қалай даму керек деген дүниені қоса ойланамын. Негізінде сіздің балаларыңыздың бәрі Қазбілімнен оқып жатыр, Енді бізде Астанада мектеп жоқ, білім беру орталығы бар. Үлкен қызым Қазбілімде оқып, қазір Назарбаев
зияткерлік мектебіне түсті. Өткен жылы 6 сыныпты бітірген кезде 4 мектептің грантын жеңіп алды. Жәутіков атындағы республикалық физика математика мектебі, білім инновация лицейі, бұрынғы КТЛ, Назарбаев зияткерлік мектебі және Зерде дарынды балаларға арналған мектебі. 4 мектептің грантын жеңіп алды Қазбілімде оқу арқылы. Содан кейін біз анасы екеуміз ақылдаса келе Назарбаев зияткерлік мектебіне таңдау түсті. Так, анасымен ақылдасу дейді. Семьяда білім жөнінде қалай болатын, сіз міндетті түрде әйеліңізбен ақылдасатын болып тұрсыз ғой? Жоқ, енді баланың тағдыры ақылдасып шешілу керек. Тіпті біз баламыздың өзімізбен ақылдастық. Сен Биылға барасың ба? Ырымшыға барасың ба? Зердеге барасың ба? Назарбаевқа барасың ба? Себебі ол енді бұл автократиямен шешілетін дүние емес қой. Оның үстіне балаларым анасы мұғалім. Ол да педагог. Сондықтан ол міндетті түрде ақылдасатын дүние. Так, педагог дедіңіз да әйеліңізді. Ол кісі де қазақ ұлттық лицейінде жұмыс жасай ма? Бізде Астанада мектеп жоқ. Астанада білім беру орталығы. Сонымен бірге мен бұл дүниеге біреуміз айналысқанымыз жетеді. Біздің ол негізі балалардың, мен мысалы 8 қаланың арасында шапқылап жүрмін ғой. Иә. Балаға кім қарайды, екеуміз бірдей кетсек. Дұрыс. Енді екінші мәселе бар. Осы енді өзім кәсіпкер ретінде көптеген нәрсені осы семьяда болсын, осы өзіміздің командада болсын, осы бизнес мәселесі үйде де сыртта да талқыланып жатады. Осы білім мәселесінде отбасыңызда көп талқылана ма? Білім мәселесі көп талқыланады, бизнес мәселесі емес. Білім мәселесі. Мысалы біздікі бизнес мәселесі көп талқыланады. Сізде білім мәселесі. Керемет. Енді сізде болашақта мысалы сапалы ұрпақ болу үшін жеке бір қазақи құндылық қажет деп ойлайсыз ба? Сол үшін ұлттық мектептер деп жауып жүрміз. Біз егер Қазақстан тәуелсіздігін қазақ тәуелсіздігімен бірге ойлайтын болсақ, онда бізге ұлттық құндылықтар керек. Хорошо. Мына жерде бір қарама-қайшылықты көріп отырмын. Мысалы өзіміздің ел басқарып жүрген ағаларымызды қараймыз да, ұлтшылдық нәрсені айтады, күшті қылып. Бірақ балаларына қараймын, шетелде оқып жатады. Сөйлесесің, қазақша білмейді. Енді ол сөзде бар да істе жоқ дейді ғой. Сондай әрекет деп ойлаймын. Мысалы сондай нәрсе сізден шықпалар деп бүйтіп ұстайын десем ұстай алмай отырмын. Мен енді балаларым қазіргі мектепке барған үшеу, қазақ баласының санын айтпайды ғой. Мектепке барғанын ғана айтайын. Мектепке барған үшеуі де қазақ мектепте оқиды. Қызықтырып жібердіңіз. Қанша бала бар екенін білгім келіп жатыр. Енді қазақ баланың санын санамайды, төлдің санын санамайды. Ол оның өзі қазақылық та. Сондықтан 3 балам мектепке барады, үшеуі де қазақ мектебіне барады. Үшеуі де қазақ сыныбында оқиды. Үшеуінің де қазақшасы менің алдымда болмаса артымда емес. Сондықтан мен ол тұрғыдан ұялатын ештемем жоқ. Керемет. Болашақта да олар енді таған қалыптасты, база қалыптасты. Енді олар қазақшаны ешқашан ұмытып қалмайды. Министр емес қой. 6 айдан кейін ұмытып қалды. Баяғыда бір министр болып еді ғой. Мына жақтан Аятжан мырзадан бір үлкен қабілет байқап отырмын. Шынымен де мектепті ашып қана қоймаған екенсіз, өзіңіздің балаңызды да солай тәрбиелеп жатсыз. Қазақи тұрғыда былай бір артықшылықтарды даже мен өзіме алып жатырмын да. Бір өзімнің кем тұстарымды түсініп жатырмын да. Мына жерде енді қазақ ұлттық лицейі туралы біраз нәрсе талқыладық қой. Осы қазақ ұлттық лицейі 10 жылдан бері негізін қалап келе жатырсыз да. Көптеген адамдар мектеп ашқысы келеді. Былай қарап отырсам, сіздің жаңағы болған сұхбаттарыңыздың астын қараймын. Кейбіреусі бүйтсе деген, осылай қазақ ұлттық лицейіне осындай мүмкіндік жасап берсе, мен болсам битер едім деген комментарийларды оқып қалам. Ал енді сіздің жекеңізге шығып бір қазақ ұлттық лицей туралы бөлісіп, давай мектеп ашайық, сізбен өз түссек, бүйтейік, партнер болайық, спонсор болайық деушілер бар ма? Жоқ. Өкінішке орай. Қалай сонда?
сізбен бір кісі келмей ма? Мектеп ашайық дейтін адам көп. Мектеп ашайық дейтін. Бірақ Қазбілім ұлттық лицейіне қаржы салайық дейтін адам шықпайды. Қаржы салайық дейтін шықпайды. Мектеп ашқысы келетін адам көп. Өзі жеке мектептер ашқысы келетін, кеңес сұрайтын, мынандай мектептер ашсақ қалай мектеп ашамын деп сұрайтын адамдар көп. Ондай адамдарға тегін де ақылы да кеңестер беріп тұрамын. Бірақ ішіндегі жобаға бір көзіңіз түскен нелер болмады ма? Жоқ. Ары қарай қызығушылық болмады? Қызығушылық болған жоқ. Не себеп деп ойлайсыз? Мүмкін Қазбілім ұлттық лицейінің айналасындағы шаруадан босай алмағандықтан шығар. Екінші мәселе, енді сол кісілер сізден көмек сұраған кезде осы бір неге қарайтын болсаңыз, өзіңізден беретін нәрсе көп екенін сезе алдыңыз деп ойлаймын. Баяғыда біз енді білім беру орталығын ашып жүрген кезде мен талай орталықтың білім беру орталығын ашылуына түрткі болдым. Өзім жетектедім, 6 ай жетектеп, ашып, аяғынан тік тұрып кетіп, бүгін жеке өзі үлкен орталыққа айналып кеткен, үлкен мектепке айналып кеткен жобалар да бар. Ал енді қазір мен мектеп ашып беруге қазір соны ойлаймын да. Енді мектеп ашып беруге бізден тәжірибе қалыптасты. Мемлекеттік мектепте директор болдым, жекеменшік мектептерді желісін қалыптастырдым. Сондықтан бір енді мектеп ашам дегендерге бір жетекшілік қылып көмектессем, ішімдегі беретінім көп деп ойлаймын. Өйткені бізге көп мектептер ашылу керек. Неге? Өйткені мемлекетте 200-ден астам 3 ауысымды мектеп бар. 200-ден астам апатты мектеп бар. Мысалы Алматы, Астана, Шымкент сияқты үлкен қалалар түгілі кіші облыс орталықтарының өзінде тіпті бізде ауылдық жерде 3 ауысымды мектеп бар. Керемет. Ал осы мектеп тапшылығынан біз қалай құтыламыз? Мысалы өткен жылы 2023 жылы статистикаға қарайтын болсақ, 11-ші сыныпта 176 мың бала бітірді. 4-ші сыныпта бастауышты, яғни 410 мың бала бітірді. Яғни төмен жақта 2,5 есе үлкен бала келе жатыр. Ал қазір біз 3 ауысымдан құтыла алмай отырмыз. Онда осыларға қалай мектеп жеткіземіз деген сұрақты ойлану керек та. Сондықтан бізге көп мектептер, мемлекет оның бәрін шеше алмайды. Оны ашық көрсетті. Біз 30 жыл 3 ауысымды мектептерден құтылу деген дүниені 30 жыл айтып келе жатыр, бірақ құтылған жоқ. Оны мемлекет ашық шеше алмайтындығын көрсетті. Бұл жерде мемлекет керемет менеджер бола алмайтын. Ал сондықтан да жекеменшік мектептердің дамыту, жекеменшік мектептердің бәсекелестігін қалыптастыру керек деп ойлаймын. Керек деп ойлайсыз. Бұған атсалысатын адамдар кім деп ойлайсыз? Әсіресе жеке бизнесмендер деп ойлайсыз? Бизнесмендер. Бизнес енді әртүрлі адамдар бар ғой, әртүрлі салада жақсы бизнес істеп жүргендер. Сонымен бірге енді ол бизнесмен екіге бөлінуі мүмкін. Білім саласынан хабары бар бизнесмен, жоқ бизнесмен. Жоқ бизнесмендер өте-мөте біз сияқты білім саласының жілігін шағып былай майын ішкен адамдармен бірлесіп жұмыс істесе, үлкен деңгейге жетуге болады. Мына жерден сізден байқап отырмын да, бізде енді бұрынғы өткен өмірге қарайтын болсақ, Ыбырай Алтынсаринді білесіз, мектеп тұрғызып, балалар үшін біраз алғашқы сатыларын істеп кеткен да. Былай тарихқа қарасақ. Соған ұқсатып жатырмын да, бір жағынан дамытқан деңгейіне келтіргенсіз. Ыбырай Қобал ғой, маған ұқсатсыз. Енді қараңыз, осы жерде бір мәселе бар да, бизнесмендермен бірігіп жұмыс жасадық дейік, бірақ қазір қоғамда қарайтын болсам, мотиватор, осы бизнес саласынан үйрететін адамдар көп. Осыларға қарап отырып, сіз белгілі бір деңгейде даму бар деп ойлайсыз ба? Осы бизнес мотиваторлар бар ма қазіргі таңда? Белгілі бір деңгейде даму бар. Ең алғаш қазақ тілді бизнес тренерлер шыққан кезде жұрт басқаша қарайтын, бүгін басқаша қарайтын болды. Бұрын шыны керек осы ең алғаш қазақтар неге бизнес жасамайды деп армандайтынбыз. Қазір қазақ миллиардерлері шығып жатыр ғой, ешкімнің демеуінсіз, немеуінсіз. Сондықтан бұл дами береді деп ойлаймын. Керемет. Онда сіздікі жүзеге асатынына күмәнім жоқ. Енді бір мәселеге келсек, мысалы
қазақ бизнесмендері болсын мақұл, болашақ ұрпақтар сол бизнесмен болам дейді, мықты бір тұлға болам дейді. Осы жерде келетін болсақ, қазір білімді мен байланыстырғым келіп отыр да, осы бизнес саласына қарай бір алып кететіндей бір сондай бір бөлім керек па деген сияқты ой келіп тұр маған. Енді Қазбілімнің ішінен бір Қазбілімнің өзін бизнеске бұрып кетуге мен өз басым таза қарсымын. Қарсысыз, иә. Өйткені ол идеологиялық мақсатта, ұлтқа жанашырлық мақсатта құрылған жоба, солай өмір сүру керек деп ойлаймын. Тек өз бағытын алса. Өз бағытын. Ал жеке өзім ретінде білім саласында жоба жасағысы келетін, бизнес жасағысы келетін адамдарға жеке өзім немесе өзімнің командам бөлек көмектесуге әрқашанда дайын. Мысалы енді біз бизнесте жүргеннен кейін осы Гарвард университетін білесіз, Америкадағы осы әлемдік деңгей бойынша қаншалаған мықты тұлға адамдар шығып жатыр да ол жерде. Дәл осы сияқты осы өзіміздің қазақтан осындай бір тұлға шығаратындай сондай бір үлкен оқыту орталығын жасауға бола ма? Болады. Бір нәрсе да, әлемде бізде білім бизнес десе, жұрт шошиды бізде. Ай, білім саласын бизнеске айналдыруға болмайды деп. Бірақ әлемде білім ең үлкен нарықтағы бизнес. Гарвард болсын, MIT болсын, Кембридж болсын, жылына қаншама бағдарлама сатады шетелге. Оқу жүйесін сатады. Мысалы, қарапайым тұрғыда енді біз қазір қоғам физа дегенді біліп қалды ғой. Физа рейтингісінің басында тұрған мысалы Сингапур, Финляндия деген сияқты мемлекеттер жылына қаншама дамушы мемлекеттерге мұғалімдерін оқытады, менеджерларын оқытады, оларға нарыққа бизнес, олардың шығаратын бір нарыққа шығаратын, экспортқа шығаратын тауары былай айтқанда білім және білім жүйесі. Өкінішке орай біз бұл білім және білім жүйесінен де біз экспорттаушы мемлекет емеспіз, импорттаушы мемлекетпіз да. Өкінішті. Біз экспорттаушы мемлекетке айналуымыз керек. Енді шыны керек, мұнай таусылады. Металл таусылады, немене таусылады, бірақ адамның қабілеті ол таусылмайды ғой, шексіз ғой. Сондықтан біз егер білім саласын дамытсақ, білім жүйесін үлкен ретке келтірсек, бізде де білімді нарыққа шығаратын уақыт келеді деп ойлаймын. Ол үшін біз білімге бизнестікте көзқараспен қарай алуымыз керек. Хорошо. Осы Қазбілім орталығындағы технологиялық жақтардан, мысалы, IT маманы бар, осы балалардың енді қабілетін өсіретін жаңа бір мамандықтар келіп жатыр. Осы жағынан сіздерде қандай әрекеттер болып жатыр? Біз енді қазір сабақ барысында робототехника, жасанды интеллект деген сияқты дүниелерді жиі пайдаланамыз. Жасанды интеллекті уже қолданып жассыз. Өйткені чат GPT-лердің өзімен балалар жұмыс жасау керек, немене керек. Қазір әртүрлі. Біз бағана айтып отырмын, 170 маманды 12 күн оқыттық. Бір күнін осы таза жасанды интеллектке арнадық. Жасанды интеллектке. Мұғалімдер осы жасанды интеллект көмегімен сабақты жүргізу, жеңілдету. Так, мына жерде енді осының ішінде, оқушылардың ішінде сондай бір талантпен тез игеріп алып кете алған бір көрнекті бір болашағы зор екенін байқай алып жатқан балалар көп па? Осы жасанды интеллекті жағынан. Мысалы, технология. Қызығушылық көп. Енді біз алғашқы мектебіміздің ашылғанына небәрі 1,5 жыл болды. Қазір өзіміздің деңгейімізде біраз мойындалып жетіп жатырмыз. Бірақ біз үшін істеген тірліктен істейтін тірлік әлде қайда көп. Енді біз бизнес саласында жүргеннен кейін көп нәрсені мына ғылыми жағынан да қарайтын болсақ, біраз бизнеске пайдасын беретін, үлесін беретін осы болашақ ұрпақтар қажет екенін түсініп жатырмын да. Мына чат GPT, IT саласындағы технология жағынан кәдімгідей Қазбілімнің өзі кірісіп жатса, онда болашағымыз кейін емес, жоғары кететініне мен де сеніп тұрмын. Енді сізге мен бір ұсыныс тастар едім. Осы мына жақта енді мотиватор деп жазған екенсіз да. Осы бизнес әлеміндегі бір мықты өзіміздің әріптестеріміз бар. Сол сала бойынша мысалы методика
көшбасшы осы білімі тұрғыдағы бір үлкен форумдар болса сізбен бөлісуге кәдімгідей мен бір интерес танытып отырмын да, қызығушылық былайша айтқанда. Осыған қалай қарайтын едіңіз өзіңіз? Қолдаймын. Кез келген уақытта білім саласында жоба жасағысы келетін, мектепте ашқысы келетін адамдарға кез уақытта көп нәрсе үйретуге болады деп ойлаймын. Хорошо. Енді осы мектеп ашуда қаржыны қажет ете ма? Қажет етеді. Бір мектеп ашу үшін қанша ақша кетеді? Ол енді мектептің деңгейіне байланысты. Деңгейіне, бала санына, қай буын қашасың, соған байланысты. Яғни бастауышқа ашсаң жеңілдеу, орта буын, жоғары буын қашсаң көптеу, ол енді баланың санына, жобасына, басқа да дүниелерге. Бұл енді таза математикалық өрнек. Бұны түсіндіру үшін енді бір тақта болсам жерге қойып цифрмен түсіндіруге болады. Дәл қазір мысалы мен мынанша керек десем, ертең біреу оны сондай ақшасымен барып мектеп аша алмайға бұрынып қалуы мүмкін да. Өйткені ол абай айтады ғой, ісім өнсін десең ретін тап дейді. Ретімен жұмыс жасау керек та. Ретімен, сізде дайын стратегиялық құрылымды қойып берем деп отырсыз ғой? Қойып бере аламын, Қойып бере аласыз, Енді хорошо. Стратегия қойылды дейік, енді осыған дейін 10 жыл жүріп келе жатыр, осының маркетинг, енді бір сатуға байланысты өзінің бір кәсібілімнің сондай бір құндылығы болу керек қой. Маркетинг жағымен кім айналысады? Универсал маманмын. Негізі маркетинг жағымен де өзім айналысамын. Өзіңіз? Бүгінгі дейін маркетинг деген лауазымға қызметкер алып көрген адам емеспін. Құрметті көрермендер, мен таңғалып отырмын Аятжан мырзаға ше. Вообще мына маркетинг жағында өзім жүргіземін. Қалай жүргізесіз? Қалай жүргізесіз мені? Бір ғана дүние ғой, бағана айтып отырмын ғой. Менің балама не керек дегенді ойланамын. Сонымен бірге сол менің балама керек дүниені жасау арқылы жұрттың баласына не керек екенін көрсетіп беремін. В общем, сіз өзіңіздің балаңызға не керек екенін жеке өзіңіздің тұлғалық дамып жатқаныңызда әлеуметтік желіде ашық көрсету арқылы, әлеуметтік желіде ашық көрінген сайын сізде маркетинг жарнамалар кетіп жатыр деп ойлаймын. Осылай ма? Енді маркетинг жарнама менде маған деген сенім ғой. Сізге деген сенім, біздің жетістік, менің жеке жетістігім, Қазбілімнің жетістігі соған және сол барыстағы істеліп жатқан тірліктерге жұрттың сенімі. Қазбілімде бөлек өзі маркетинг бөлімі бар ма? Жоқ. Таңғаларлық. Мысалы, осы жерде қаншама компания болсын, өздері көріп бар ғой, мысалы менің 5 орынбасарым бар. Бірақ ешқайсысы пиар бөлім немесе маркетинг бөлімін басқармайды. Мен өзім тіке SMM-чіктер, мобилографтар жеке өзіме тіке қарайды, өзім жүргізем болды. В общем, өзім продюсермін, өзім пиарщикмін, өзім маркетологмын, өзім сатам дейсіз ғой. Сөйтіп айтуға болатын шығар, сіздердің тілдеріңізбен. Біздің тілмен сатам деген түрлі бір түрлілеу. Хорошо. Енді бұл жерде сатам деген сөз, енді сату шынымен де бір құндылықты сату. Бұл жерде енді біз өзге тілден келеді, бірақ тіке аударған кезде сатуға келеді да. Хорошо. Аятжан мырза, не жерде осы маркетинг жағын қатты ашқым келіп отыр да сізден. Аша беріңіз. Былай қарайтын болсам, сізбен кетеді екен да. Ол жерде сіз нені бөлсіз, осы кәсібілім туралы адамдар тартылатындай? Бірінші, педагогикалық ойлармен бөлсем. Екінші, Қазбілімде істеліп жатқан тірліктермен бөлсем. Үшінші, жетістіктермен бөлсем. Төртінші, өнімдермен бөлсем. Осы 4 дүние. Өнімдермен, Хорошо. Осы жұмыстың бәрін атқарған кезде белгілі бір деңгейде страх болады деп ойлаймын сізде. Любой мықты тұлға болсын, страхы болады ғой. Мысалы, бетлерде ол стресспен кетті деген сияқты ғой. Осы страхты сіз қалай жеңесіз? Былай қарасам, атқаратын жұмыстарыңыз өте көп екен. Ол сұрақты шыны керек бір ғана нәрсемен жеңем. Ол алдымдағы балалардың қуанышы және ата-анасының алғысы.
қандай шаршап тұрған кезіңде бір ата ана рахмет сіздің арқаңыз десе болды, бүкіл стресс сонымен бірге кетеді. Значит, сіздегі жетістікті көрген кезде сіз соның бәрін ұмытамын дейсіз ғой, иә? Мысалы, мен балаға сабақ беріп тұрсың, баланың көзінің жанғанын көрген кезде болды, шаршауың шығып кетеді. Керемет. Вообще әсерлендірейін деп тұрсыз ғой сіз мені. Бірінші сұхбаттың өзі көрермен мынандай болса, келесі сұхбаттар бұдан да ерекше бір жақтарын ашуға болатындығын байқап жатырмын. Осы мұғалімдік жақтағы бір ерекшеліктерді, жұмыс қалай атқарып жатқанын көрсетіп жатырмын дейсіз ғой. Балалардың жетістігіне қарап қуанамын деп жазсыз да, ол рас. Бірақ мына жерде тағы бір жарнама бойынша, маркетинг бойынша бір құндылық деген нәрсе жатады да ар жағында. Осы құндылық нені көрсетеді? Түбі неге барасыз деген сөз ғой. Енді ол құндылық менің педагогикалық ойларымды айтып, менің бірінші бағанағы жарнамадағы менің педагогикалық ойларым. Кез келген дүниеде бұл былай болу керек дейтін менің идеяларым. Және соны ойлаған ойларымды мен енді идеяларым таза бәрімен жатып алып өзім шығарамын деп ойламаймын. Кешегі Алаштың педагогикалық мақалалары, білім саласы туралы ойлары, қазақ тарихының арғы бергі тарихы, әлемдік ғылымның дамуы, әлемдік тенденцияның кетіп бара жатқан бағыты, бәрінен қарап өзім анализ жасап бір бағытты ұсынып отырамын қоғамға. Мына дүние былай шешілу керек. Мынау плюс болып жатыр бізде, мынау минус болып жатыр деп. Дәл соған қарап өзінің картинасын көре алады дейсіз ғой. Көре алады. Содан кейін біз соған байланысты қазірде шешім шығарып отырамыз. Былай болу керек. Бала мынандай болу керек деген ұғымда. Соған сенім артқан ата ана алып келеді. Біз және соның жолымыздың дұрыс екенін көрсетіп, нәтиже шығарып береміз. Уақытымыз да бір жерге кеп қалған екен. Аятжан мырза, сіз уақытыңызды қиып келгеніңізге көп рахмет айтам. Болашақта өзіңіз сияқты тұлғалар көбейе берсін, дами берсін. Қалай сұхбат көңіліңізден шықты ма? Жақсы, әдемі. Жақсы бір сырласу, өзіңіздің бойыңыздағы қабілетті бөлісу деп түсінем. Алдағы уақытта Назарда Ұста каналы сіздердің назарларыңызға жақсы бір пайдасын беретін осындай білімді адамдар тартып отыратын болам. Сондықтан Назарда Ұста каналынан қағыс қалмаңыздар. Егер ойларыңыз болса, төменге бөлісе кетіңіздер. Келесі адам кім болсын белгілей кетіңіздер. Көреміз алдағы уақытта.